Дүние жүзінің осы заман тарихында тоталитарлық жүйенің қанды қасабынан жан сауғалап, шетел асып кеткен қандастарымыздан қалған ұрпақтардың біразының атақ даңқтары әлемге жайылып отыр. Елден жырақ жүрсе де, Қазақстанмен тығыз байланыста болып, өркениетімізге өлшеусіз үлес қосып жатқандары жетіп артылады. Солардың бірі әрі бірегейі қазақ руханияты үшін ерен еңбек сіңірген, аты әлем қазақтарына әйгілі қайраткер, жазушы, Мимар Синан университетінің профессоры, тарих ғылымының докторы Әбдуақап Қара ағамыз. Мен өзім İstanbul'дың, осы Zeytinburnu, бүгін тұрған жерімізде Zeytinburnu ауданында тудым. Son өш жерде бастауыш мектеп, орта мектеп осыны бітіріп, кейін сол İstanbul университетінде тарих факультетінден білім алып, 1988-де Германияның Мюнхен қаласындағы Азаттық радиосында 7 жылдай жұмыс істедім. 95 жылға дейін. Аталарымыз Шығыс Қазақстанның Марқакөл өңірінде туып өсіп, 1939 жылы Қытай ауып кетеді, Үндістан, Пәкістан арқылы 1952 жылы Түркияға келіп тұрақтаған екен. Адамзат тарихында сирек кездесетін, тіпті болып көрмеген осы сұмдық сүргіннің сырын білгім келді. Бала күнімнен мазалаған осы бір жұмбақ құбылыс мені тарихшы қылды дейді ғалым ағамыз ағынан жарылып. Біз енді Американың Азаттық радиосына қалай барғанын сұрадық. 1987 жыл Азаттық радиосында Джекан Бабиш деген дүниежүзілік екінші соғыста легионда болған кісі. Сол кісі радиода жұмыс істеп, қазақ редакциясының бастығы екен. Сол кісі емтихандан өткізіп, мені қабылдады. Маған ағылшын тілінде текст берді. Сіз деді, бұны деді, қазақ тіліне аударыңыз деді. Мен айттым, мен аударайын. Бірақ қай алфавитпен жазамын? Мен Түркияда туып өстім, латин әліпбиін білемін. Латин әліпбиін қазақша жазалым. Сонса менің Шығыс Түркістанда, Қытайда туыстарымыз бар, олар араб әліпбиін, Байтұрсынның төте жазуын қолданады. Мен олармен қат жазысып отырғым. Сондықтан ол әріпті де білем. Үшіншіден, мен Түркияда магистратура түскенде орысша үйрендім. Қай әріппен жазайын дегенде, ол кісі айтты, мен де түркологпын, 3 алфавитті де оқимын деді. Қайсымен жазсын, сонымен жаз деді. Америкалықтар мен жұмыс қалды. Сол жұмыстан бастап 95 жылға дейін сол Азаттық радиосында жұмыс істедім. Азаттықта 7 жыл тілшілік қызмет істеп, ағылшын, орыс тілдерін жетік меңгерген маманды Стамбулдағы өзі түлеп ұшқан оқу ордасы ғылыми қызметке шақырады. Өзім ішімде бір ғалым болсан деген арман бар еді. Сол жолдасым Тайраға да айттым, осылай мен Гүлчин Чандарлы олып, пайым шақырып жатыр. Біз енді Стамбулға қайтайық. Бұл жат жерде не істейм, 7 жыл баладарды өсіп келеді. Кейін бұдар мектепке түссек, кете алмай қаламыз да. Оның баладарымыз неміс болып кетеме, басқа болып кетем. Біз есіміз барды, еліміз табайық. Стамбулда ағайын туыстың арасы бар деп 95 жылы Стамбулға келдім. Әбдуақап Қара ағамыз сол келген жылы магистратурада жүріп, 1986 жыл желтоқсан оқиғалары деген тақырыпта диссертация қорғайды. Азаттық радиосында уақытымды бос өткізбедім. Бос уақытымда оның бай кітапханасы бар еді. Әлемде бүкіл Қазақстан туралы, Кеңес одағы туралы құнды кітаптар сонда бар еді. Мен сол бос уақыттарда соларды оқып, құнды деген кітаптарды сол фотокөшірмесін жасап, соларда мен Стамбулға алып келдім. Желтоқсан оқиғалары диссертациямыз сон негізінде жазылды. Содан кейін докторантураға түстім. Гүлчин Чандарлы олып, апайым сұра дегенде қандай тақырып аласыз деді. Мен айттым, Мұстафа Шоқайды алам. Неге Мұстафа Шоқайды аласыз? Оғым деп сұрады. Бүтін оғысы білмейді. Мен айттым, Мұстафа Шоқай Алаштың соңғы түйіні, бүгісінің елге қызметі үлкен, бірақ Совет уақытында бүгісіге жала жабылды. Бұл үлкен қиянат Мұстафа Шоқайға жасалған.
Мұстафа Шоқайды зерттеуде ықыласымды арттырған нәрсе 1951 жылы құрылған Азаттық радиосының түркі тілдес хабарларында қызмет атқарғандар өзінің ізбасарларының жүрегіне қазақтың ұлы тарихи тұлғасы ретінде Шоқайды аманаттап кеткені болды. Кеңестер одағының соңғы кезеңіндегі ірі саяси өзгерістер менің Шоқайға деген ынтамды одан әрі арттыра түсті дейді ғалым аға. Мұстафа Шоқайды алып, соны 2002 жылға дейін 5 жыл зерттедім. Соның 2002 жылы оны табысты қорғап, сол жылдың аяғында, қараша айында бұл кітап болып Стамбулдан басылып шықты. Кенесарының кеңес дәуіріндегі ұлт азаттық рухты бейнелеген тұлғасы тәрізді, Шоқайдың да күреске толы тағдырының көпшілікке мәлім де беймәлім қыр-сыры терең талданған. Мұстафа Шоқай мен тәуелсіздік жолындағы тарихымыздың мазмұны тереңдей түсері хақ. Азаттық радиосына жұмыс істеген кезде, сол 90-шы жылдардың басында қазақ баспасөзіне үлкен талас жүріп жатты. Мына гласност перестройка дейміз ғой, қайта құрудың соңғы жылдары алаш қайраткерлер ақталды. Бірақ Мұстафа Шоқай туралы ешкім сөз айта алмады. Мұстафа Шоқай Қазақстанның соңғы шындығы ретінде менің ойым бұлай. Қазақстан тарихшылары көптеген шындықтар, деректерді ортаға шығарды, жарыққа шығарды, үлкен жетістіктер бар. Бірақ қазақ ғалымдарының жазғанын көп адам оқымайды. Мысалы үшін біздің жазған бір кітабымыз 1000 тиражбен шығады. Оны енді аз адам оқиды. Сондықтан ендігі жұмыс сіздердің жұмыстарыңыз. Бұның шындығын сонда бұл көпшілікке тарайды. Иә, кешегі күнді ақтау да, қаралау да бүгінгінің мақсатынан туындайды. Төреші болар тек уақыт қана. Дүниежүзілік екінші соғыс бұрқ етіп, нацистер жандақты қармап жатқанда Францияға қауіп көтеріп төнеді. Сол кезде Францияда өмір сүрген Керенский, Милюков сияқты орыстың үлкен саясаткерлері Америкаға қаша бастайды. Олар Мұстафа Шоқайға айтады: Мұстафа, жүр бірге кетейік. Сонда Мұстафа Шоқай айтты: жоқ, мен кетпеймін. Неге? Мені қиын қыстау кезде француздар құшақ жайып қарсы алды. Бұл жер менің екінші отаным. Француздар не көрсе, мен де соны көремін. Біз 2006 жылы Парижде сондағы диаспора өкілдеріменен Мұстафа Шоқай француз қазақ достық қоғамын аштық. Мен сонда барып бір конференция бердім. Конференцияның тақырыбы Мұстафа Шоқай және Франция деген. Мен баяндамымда осы жайтқа тоқталдым. Мұстафа Шоқай тек қана Қазақстан үшін, Түркістан үшін құрбан болған жоқ. Франция үшін де құрбан болды деп едім. Әйс орнынан тұрып, мені құшақтап, «Мөсье профессор, бұл ұлы адам екен, біз бұған музейде орын беруіміз керек» деді. Сонымен бүгін Ножан қаласында Мұстафа Шоқай тұрған аудан, соның музейінде Мұстафа Шоқай орын берілді. Ғалым ағамыздың бұл әрекеті ұлтының ұлы тұлғасына деген шексіз махаббаты. Бұдан өзінің де моральдық бет бейнесін көруге болады емес пе? Енді қазақ сығаламасын, сығаласа кіріп кетеді деген сөз бар. Соны бергеннен кейін, мен бір жылдан кейін тағы бардым. Сол әкімге айттым: әкім мырза дедім, сіз рахмет, музейден орын бердіңіз. Енді тағы бір өтінішіміз бар дедім. Айтыңыз, не керек сізге деді. Мен де Мұстафа Шоқай тұрған үйдің алдындағы көшеге Мұстафа Шоқайдың атын берейік деп отырмын дедім. Жоқ, мөсье профессор, бұл болмайды деді. Неге болмайды? Өйткені көп адам нәдіресі өзгереді де, бұл қиыншылық туғызады. Бұны бере алмаймыз деді. Бірақ деді, сол көшенің бұрышында бір бос алаң бар, соны беруіме болады. Болады дедім. Сондағы біздің қоғам қайраткерлеріне айттым: естідер ме? Еуропалық қалса айтпайды, бір айтса орындайды. Бүгін айтқаннан кейін біз жұмыс істеуіміз керек деп, 2013 жылы сол жерге Мұстафа Шоқай паркын аштық. Сол жылы біздің мәдениет министріміз Мұхтар Құл-Мұхамбетов келіп, мен де барып сол жерде біз Мұстафа Шоқай саябағының тұсаукесерін жасадық. Ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Жаманға ғана ие жоқ деген осыда. Қанша елге қорған болсаң,
сонша елдің азаматысың. Bunu estigen benim Türk dostlarım aytты. Biz bugan taң қалдық деді. Osman Patşalı кезінде bizim көптеген ziyalımız Parij'de ömür sürген деді. Сонun birine Fransızlar bir saybaq qaşıp müsün koyup oturgan жоқ. Sizin bir ziyalınız бар da soğan Fransızlar par qaşıp müsünü koyup otur dedi. Мемлекеттің тілі біреу болса, бүтін халық үндөс болады. Екі тіл қосақталса, тіл мен тіл күндес болады дегендей. Үнемі өзгенің тілеуін тілей беріп, өзіміз тілеусіз қалмаймыз ба? Мен sırt көзбен қарасам, бүгінгі Қазақстан журналисттерінің жүгі ауыр. Бұл Türkiye'dегі jurnalistен де, Amerika'dagi jurnalistен, tipte Resey'deki jurnalistен de Қазақстан jurnalistlerinin, әсіресе ана тілдегі jurnalistlerдің жүгі ауыр. Неге дейсіз бе? Өйткені сіздер қазақтың журналистері Ресеймен жарысуға мәжбүр болып отыр. Неге? Өйткені республикада бүгінгі таңда орыс тілді хабарлар жүріп жатыр. Мәскеуден тікелей эфирден шығып жатыр. Ал Ресейдің теледидары журналистерінің мүмкіншіліктері қазақ журналистеріне қарағанда орасан көп. Ал Түркияда ондай проблема жоқ. Түркияда тек түрк халқы түрк тілін біледі. Сондықтан бұл жақта түрктің өзінің хабарларын көреді. Сонымен қатар бұл жақта республикалық теледидармен жарысатын екінші бір теледидар жоқ. Бірақ Қазақстанда бар, ол Ресей теледидары. Халықтың көпшілігі, әсіресе зиялы қауым, орыс тілді хабарларды көбірек көреді. Біз айтамыз, ана тілді көтеруіміз керек. Бірақ ана тіл күнделікті өмірде қолданылса, экономикада қолданылса, ғылымда қолданылса, журналистикада қолданылса дамиды. Сондықтан біз сол үшін жұмыс істеуіміз керек. Bizim қазақ журналистикасына меніңше көп қолдау көрсет деген сөзім сол. Оның журналисттерімізді әдейі Америкаға, Лондонға, ағылшын тілін үйретуге жіберуіміз керек. Орыс тілінде ақпаратқа қарап біз халықаралық уақиғаларға баға береміз. Сондықтан қандай түзілім жасасаң да орыстың артында қаласыз. Неге сен орыстан алып отырсың? Мен 92-ден бүгін 2018-ге дейін 26 жыл бойы мен Қазақстанмен араласып келе жатырмын. Көп нәрсе өзгерді. Көптеген жақсылықтар болды. Мен еш ұмытпаймын, 92-де құрылтай кезінде Алматыда жүргенде бір магазинге кірдім. Бір нәрсе сатып алайын деп. Қазақша сұрадым сатушы әйелден. Ол айтты, сен неге қазақша сөйлейсің? Орысша сөйле деді маған. Мен айттым, орысша білмеймін. Орысша айт деп тұрып ал деді. Оны мен амалсыздан паспортын шығардым. Мен Түркияның азаматымын. Қазақша ғана білемін деген ой кешіріңіз деді, маған алатын затымды берді. Сөз кезегінде ғалым ағамыз қазақ халқының рухани өмірінде саяси проблемалардан көрі адамгершілік проблемалары үстемірек орын алатынын меңзеді. Айтсақ ой көп. Мені ең басты мазалайтын дүние кейбір азаматтарда мынаны байқадым. Қазақстанда жүріп өз еліне сенбейтін азаматтар бар екен. Yani ертеңіне Қазақстанның болашағына сенбейтін. Bunday адамдар айталық билікте де отыр. Bunday адам іскер азаматтар ішінде де жүр, зиялы қауымда да жүр, ғалымдар ішінде де бар. Yani бұдар құды бұлай бір ер тоқым дайындап, Қазақстан титтей нәрсі болса атқа мініп шауып кет қалайын деген сияқты. Ең басты бір адамның өз еліне сенбейтін қайдан білесіз? Мысалы үшін қарап отырмын. Совет уақытында ресми тіл, мемлекеттік тіл, мысалы үшін орыс тілі болды. Орыс тілінен сіз компартияға мүше бола алмайсыз, жоғары оқи алмайсыз. Бәрі орыс тілінде ғой. Сондықтан амалсыз сіз балаңызды балабақшадан тап орыс тілінде мектепке бересіз. Күн көру үшін олай болды. Ал енді қазақ мектептер барлық жерде ашық. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Әр жерде жүріп жатыр. Енді соған қарамастан әлі де болса қазақ азаматтарының баласын орыстың балабақшасына мектепке бергені бұл елге сенбеген. Әлі де бұл өзінің келешегін қазақ елінде көрмей отыр. Қазақ елінде көрмегендіктен бұл баласын қазақ тілінде бермейді. Тіпті әзір ағылшын тілінде беретіндер шықты. Енді орыс тілі бұлай қап жатыр, енді баласын тілі шығар шықпас ағылшын тілінде мектепке беріп жатыр. Негізі мен ешбір тілге қарсы емеспін. Мен орыс тілінде жақсы көрдім.
Basты şart aldымен ана тілін жазу. Тарихи философиялық деректер негізінде туған шығармаларды, философиялық зердеміздің көкжиегін кеңейте түсетін ұлттық болмысымызды тереңірек танып білуге мол мүмкіндік беретін туындылар деуге болады. Түркістан легионының ақиқаты. Қызыл жұлдыз бен свастика арасындағы тағдыр деп сол кітабымыз жарыққа көрді. O da Türk тілінде, кейін қазақ тіліне аударылды, және де орыс тілінде, 3 тілде аударылды. Енді біздің Мұстафа Шоқай кітабымыз қазақ тіліне шықты. Son Paris'de biz parlamentте bir jinaста отырғанда, Fransız Қазақ parlamentlik dostluk asambleyasının төрағасы Tori Marian деген депутат әңгімелесіп отырғанда сол ұсыныс жасады. Мұстафа Шоқай туралы көп естиміз. Бірақ біздің француз тілінде ол туралы толық мәлімет жоқ. Сіздің бұл кітабыңызды рұқсат етсеңіз, біз парламент атынан бұны аударып шығарсақ деп, сол ұсыныс бойынша 2013 жылы Париж қаласында Мұстафа Шоқай кітабымыз жарық көрді. Son kitabımız biri жарық көрді Астанада. Бұл да біздің Türkiye Kazak'tan көш тарихы. Қожан Уәзір Ақсақа деген атамыз сол көшті бастан аяқ өмірде көрген, білген. Мен bu üstünün үйіне барып әңгімелесіп отырып, бүкіл білгендерін түсіріп, қағазға түсіріп, bunu кітап қылып жарыққа шығардық. Ermuhan Bekmahanov туралы біз 2015 жылы ол кісінің 100 жылдығында арнайы үлкен ғылыми конференция өткіздік, Қазақстан ғалымдар шығардық. Сол туралы түрік және ағылшын тілдерінде 2 кітап шығардық. Onun sırtında ben edebiyatla ayналсам. Бұл туралы да қазақ қаламгерлерінің кітаптарын түрк тіліне аударып шығарып отырмыз. Осы ретте Қазақстанның үлкен жазушысы Немет Келімбетовтың 5 томдығын түрк тіліне шығардым. İlyas Esenben'in Көшпенділер атты 3 томдығын тағы да мен түрк тіліне аударып. Өйткені бұл аса маңызды роман. Әлемдік менше классик кітаптарға жазатын роман, бірақ әлемдің бір 30-40 тіліне аударылыпты, бірақ ішіне түрк тілі жоқ екен. Сондықтан оны мен қазақ хандығының 553 жылды аталып атқанда, сонда түрк тіліне аударып, түрік оқырмандарымен де сол кітапты қауыштырдық. Қоғам алдындағы адалдығы, суреткерлік батылдығы мен үйлесім табалған, тыңдарман алдында көзге түсуден көрі, көңілден шығуға тырысатын кейіпкеріміз, өзінің халқының алдындағы қадірін білсе де, өзін дәріптеуді мақсат етпейтін жан. Өйткені ер еңкейген сайын еңселене түседі. Тағы менің бір арманым Қазақстан тарихи болады. Сол 2006 жылы бір баспагер маған ұсыныс жасады. Сосын мен 1992-де сол Қазақстанда шыққан Қазақстан тарихын көне дәуірлерден қазірға дейін Қазақстан және қазақтар деген атпен түрк тілінде жарық көрді. Енді тағы да аударма үстіндеміз. Евразия университетінде тарихшы, ғалым және жазушы профессор Тұрсынхан Зәкенұлының Attila деген романы бар екен. Әзір соны аударып жатырмын. Өйткені түріктер де жазыпты, еуропалықтар да көп жазыпты. Енді бұл бір қазақтың көзқарасы. 98-де bir жыл жұмыс істеді жолдасым Ахмет Есев университетінде. Сонда Түркістан Кентауда тұрдық. Түркістанда жақсы қазақша жақсы сөйлейтін. Онда Алматыда көп кісілер орысша сөйлейтін. Бізде соңғы кез барғанымда көп кісілер қазақ тіліне жақсы сөйлейткен. Әсіресе Астанада маған қатты ұнады, жастардың көбі қазақша сөйлейткен. Балдәурен дейтін баладардың лагерлері бар екен. Сол жерге біз 18 бала апардық 2011 жылы. Сонда мен өте маған ұнады қазақи дәстүрлерін, салт дәстүрлерін баладарға тәрбиелегендері. Қазақстан болашағы болатын үлкен мемлекет. Түркияда әсіресе түрктер жақсы көреді Қазақстанды. Astana'da 3 ret boldum. Birinci 2011 yılda Baldavrende boldum. Ötken yılı Gülşara Hanım men bolduk. Özüm bardım. Kıdırığa bardım. Ona da men özüm
Архитектур окуп жүрмүн. Астана жана кала маған ұнады. Мен және имараттар көрдім. Жұмысымға көмөктесті жана кала. Маған өте ұнады. Маған түрк достарым айтады, Казакстанда барасың ба? Астанада болдым, мақтанамын, қатты қызығады. Мен Қазақстан тәуелсіз қалған уақытта Орта Азия туралы дүние жүзіндегі бүкіл мамандардың пікірлерін оқыдым. Сонда барлығының пікірі мынаға келді. Бүгін деді Қазақстан тәуелсіз болды, бірақ ұзаққа бармайды бұл тәуелсіздігі деді. Неге? Өйткені бұдан жүзден неше артық этникалық ұлт бар. Оның бұл өзі 50%-тен аз өзінің төл халқы. Азшылықта қалып отыр. Сондықтан бұның тәуелсіз ұзаққа бармайды. Бірнеше жылда ыдырап, тарқап, Қазақстан бітет деген сөздер айтылды. 27-те көріп отырмыз, ондай нәрсе болған жоқ. Қайта Қазақстанымыз, Астана қаласы әлемге үлгілі әлем қала болып, тек қана көркемдігімен емес, халықаралық дипломатияда, халықаралық бейбітшіліктің орнауында да үлкен мәнге ие отыр. Бүгін Түркияда соңғы уақыттарда екі хабардың біреуі Астанада өтеді. Өйткені Астана кездесулерінде Ресей, Иран, Түркия бас қосып, Сириядағы мәселелер шешіп отыр. Сондағы шешімдер бойынша Түріктің армиясы Сирияда бірнеше жерде бақылау жүргізіп отыр. Бүгін Қазақстанымыздың 27 жылда жасағаны бір елдің 80 жылда жасағанымен тең дейді. Bunca көп реформа болды. Елбасының реформалы işten маған салсаңыз, ең күштісі, ең мықтысы ол кісі Қазақстан халқын әлемге айқара ашып жіберді. Ұлттық өнер мен ұлттық мәдениет тек ұлттың тілімен ғана дамиды, сосын өзгеге дариды. Мен өзім Құдайға сансыз шүкір етем. Неге мен бір қазақ баласымын. Шет елде тусам да, бірақ қазағыма бір пайдам тисе қуанам. Құдайға шүкір, мен бүгінгі таңда зерттеулеріммен, кітаптарыммен аз да болса қазаққа пайдам тиді деп ойлаймын, осын өзіме мақтан тұтамын. Мен өзім бақыт деп есептеймін. Бақыт бағасын білгеннің ғана басына тұрақтайды екен. Ал бақытты болудың жолы жан жағыңа жақсылық жасаудан басталады. Қанша жыл жақсы бола алсаң, сонша жыл ғана өмір сүр дейді екен ұлылық. Ендеше Әбдуахап Қара ағамыздың шығармашылығы қаншалықты жемісті болса, жеңісі де осал болмас деп ойлаймыз. Сөз соңында ұлт мұрасы жолында жалықпай жасаған еңбегіңіздің жемісін теріп, жеңісін көріп, әрдайым абырой биігінде болыңыз дегіміз келеді.